Coronavirus outbreak. CNN even traveled there just before the city locked down. Қазақстанның аумағында төтенше жағдай енгізілді. Тұтас әлемді дүрліктірген COVID-19 вирусымен әр ел шама-шарқынша күресті жалғастырып жатыр. Дерт біздің елді де айналып өтпеді. Вирустың таралмауы жолында нақты шаралар қолға алынды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының COVID-19 індетін пандемия деп жариялауына байланысты азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының барлық аумағында 2020 жылдың 16 наурызы мен 15 сәуірі аралығында төтенше жағдай енгізілген болатын. Жағдайға қатысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жолдап, үкіметке әр сала бойынша тиісті шаралар қабылдауды тапсырды. Төтенше жағдай күшейтілген режимге көшті. Еліміздің барлық аймағында вирустың алдын алу шаралары, әуежай, вокзал, әлеуметтік нысандар, базарлар, сауда ойын-сауық орталықтарында, адамдар көп шоғырланатын орындарда коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу мақсатында дезинфекциялау шараларын күшейтумен басталды. Сонымен қатар вирустың дендеп кетуіне қарсы шаралар қабылданды. Жедел штаб құрылып, коронавирустық инфекция жағдайлары анықталған кезде жасалатын іс-қимыл алгоритмі әзірленді. Қолға алынған шаралардың басты мақсаты халқымыздың қауіпсіздігі мен денсаулығын қорғауға бағытталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев коронавируспен күресіп жатқан медицина қызметкерлеріне көмек көрсету туралы тапсырмасына сәйкес елдің әр өңіріндегі дәрігерлерге үстеме ақы төлене бастады. Маңғыстау облысы әкімдігінің қолдауымен өңірдегі медициналық ұйымдардың материалдық техникалық базасын жақсарту, ғимараттарды күрделі жөндеуден өткізу, қажетті заманауи құрал жабдықтар сатып алынды. Бұл іске шикізат өндіруші кәсіпорындар, үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдар, депутаттар, кәсіпкерлер және тағы басқа мекемелердің өкілдері тікелей атсалысты. Ақ халатты абзал жандар қазіргі кезеңнің батырлары екендігі сөзсіз. Олар өздерінің жеке бастарын қауіп қатерге тігіп, қолға ұстатпайтын және көзге көрінбейтін вируспен жаға жыртысып келеді. Індет жұқтырған қарапайым халықтың өмірін аман алып қалуда аянып қалып жатқан жоқ. Тіпті арамызда жүрген бір емес, бірнеше әріптесіміз вирустан көз жұмды. Олардың ерліктері ешқашан ұмытылмайды, ал жарқын бейнелері жадымызда мәңгі сақталып қалады. Коронавирустың әзірге кейінгі шегінетін түрі жоқ. Вируспен күрес әлі де жалғасып жатыр. Маңғыстау өңірінде эпидемиологиялық жағдай бірде тұрақты, бірде тұрақсыз. Жасыл, сары, қызыл аймақтарда айналып жүрміз. Қазіргі уақытта халықты жаппай вакцинациялау мәселесі өте күрделі. Осы және басқа да ақпараттық түсіндіру жұмыстары ұйымдастырылған. Алдағы уақытта вирус жұқтырушылар санын азайтып, сақтық шараларына мән беріп, қауіпті індеттің бетін қайтаруда бірлесіп атқаратын баршамыз бір кісіде ат салысатын жұмыстар жалғасын таба бермек. Қазақстан Республикасы медицина қызметкерлері күні құтты болсын. Барша ақ халатты жандарды кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Адамзаттың өміріне қауіп төзеді егер бұл арашалар өлімнен де ақ жүректі дәрігерлер тіршіліктің парқын білген қарапайым жарқын жүздер адам үшін күресем деп Гиппократтың антын берген дәрігерлер асыл жандар шуақ
шашылғандар, алақаны шипа жандар, ата-аңыз ғасырларға. Үміт отын жалғандар, еңбек етіп талмағандар, аман болсын, аман жүрсін, ақ халатты абзал жандар. Қиналғанда шыбын жаным, тығырыққа тығылғанмын. Дәрігердің кім екенін сол кезде мен ұғынғанмын. Ауырмасын халқым бүгін, жадырасын жарқын жүзің. Дәрігерге васиетің, парызың мен салтың бүгін. Дәрігерлер асыл жандар, шуақ болып шашылғандар, алақаны шипа жандар, ата-аңыз ғасырларға.